Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Әдеттегідей үй тазалаудан тағы бір видео болмақ. Бүгінгі үй тірлігіндегі шаруам бұл ас үйдегі осы шкафтардың ішін реттеу, астарын тазалап сүрту. Мына ыдыс-аяқтардың барлығы шашылып, орын-орнында тұрған жоқ. Біраздан жиналмаған еді, соларды реттеймін. Әуелі барлық ыдыстарымды осылай шығарып аламын да, астарын жуып тазалап аламын. Тазалап болғасын ыдыстарымды рет-ретімен орнына қоямын. Әдетте көп пайдаланбайтын ыдыстарды астыңғы қатарға қоямын да, ал үстіңгі қатарда менде күнделікті пайдаланатын ыдыстарым тұрады. Өйткені алуға маған осылай ыңғайлырақ. Бұл қатарда менде өте сирек қолданылатын ыдыстар тұрады. Оларды осылайша бір-бірлеп шығарып алып, астарын тазалап, қайтадан реттеп, орын-орнына жинап шығамын. Бұл қатарларды жинап тазалап болдым. Енді келесі қатарға көшеміз. Бұл қатарда менде әртүрлі жуғыш заттар тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай шаң сүрткіш шүберектерім, резинка қолғаптарым, ағартқыш, ыдыс жуғыш, тағы басқалары тұрады. Олардың барлығын қазір шығарып, астын реттеймін. Жуғыш заттарымның бірнеше түрі жиналып қалған екен, сондықтан барлығын осылай бір қатарда контейнерде жинап қоямын деп шештім. Сонда осылайынша жинақы көрініп тұрады екен. Міне нәтижесі осындай болды. Ал бұл тартпада менде күнделікті үйге шайға тәтті нәрселер пісіруге арналған ыдыс-аяқтарым тұрады, формаларым тұрады. Бұлардың да астары майланып, ластап қалған екен, оларды тазалап алдым. Барлығын қайтадан бір-бірлеп шығарып, тазалап, қайта орнына. Бұл шкафта менде ас үйдегі көмекшілерім тұрады, яғни блендерлерім, ми
миксер, вафельница, тіпті бір кездері газ өшіп қалған кезде пайдаланатын плиткамыз болған. Сол плиткаға дейін коробкасымен тұр екен. Негізі коробкада сақтағаны өте қолайсыз екен, өйткені көп орын алады. Бұл жолы коробкалардың барлығын тастап, ішіндегі көмекшілердің өздерін ғана қоямын деп шештім. Сонда жинақы әрі қайсысы қайда тұрғаны анық көруге болады. Сондықтан қорапсыз жинаймын деп шештім. Бірақ плитка өте сирек қолданатын болғандықтан солаймен қорапшасымен қоя салдым. Бұл қатарды да түгелімен шығарып, астарын сүртіп, бұтақтарын кетіріп, қайтадан техникаларымды жинап, орын-орнына қойдым. Енді шкафты ашқанда қайсы қай жерде тұрған көру ыңғайлы, ала салуға да ыңғайлы. Сондықтан осылай қорапсыз жинап қойдым. Бүгінгі менің жұмысым осы болатын. Шкафтардың ішін тазалап, заттарын ретке келтіру болатын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса мені қолдап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.